Сәлем достар! Бүгін таңғы асқа өте керемет, таптырмайтын, гренки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге аса көп зат керек емес. Ең алдымен бізге нан керек болады. Нан, жұмыртқа, тұз және көкөніс керек болады. Нанымызды осылай етіп кесіп алатын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша кессеңіздер болады нанды. Мен осынша етіп кесіп алдым. Және де оны көріп тұрғандарыңыздай аса қалың емес, аса жұқа емес, орташа деңгейде кесіп алдым. Кейін табамызға, жаңағы ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне тұзымызды салып, және де көкөнісімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де қызып тұрған сковородкамызға осы нанымызды жұмыртқамызға жақсылап екі жағын жақсылап жағып, қызып тұрған майымызға жаңағы нанымызды салып, екі жағын жақсылап қызартып алып пісіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте қызарып пісіретін болады. Қызарып піссе өте дәмді шығады. Қалауларыңызша өздеріңіз пісіресіздер. Мінекей менде осылай болып жатыр. Балалар өте сүйсініп, және де өзіміз де сүйсініп жейтін тағамның бір түрі. Тез жасалынады, аса көп уақыт та кетпейді. 10 минутта жасалынатын таңғы ас. Рахмет!